Сәлеметсіздер ме? Білім алушылар. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы жұмыс орнының эргономикасы. Компьютерді пайдаланудың жағымсыз жақтары. Мақсаты. Компьютер алдында жұмыс істегенде дұрыс емес отыру мен жұмыс орнының ұйымдастырылмауы адамның денсаулығына қалай әсер ететінін зерттеу. Компьютерді ұзақ уақыт пайдалану нәтижесінде пайда болатын көз, омыртқа, буын және жүйке аурулары туралы ақпарат жинау. Эргономикалық талаптарды сақтай отырып, жұмыс орнын ұйымдастыру жолдарын көрсету. Эргономика еңбек құралдары мен үдерістерін оңтайландыру арқылы еңбекке қолайлы жағдай жасау мақсатымен адамдар тобын және оның қазіргі заманғы өндірістің еңбек үдерістеріне қатысуын зерделейтін ғылыми пән. Компьютерді дұрыс пайдаланбаудан болатын жұмыс орнының эргономикалық мәселелері бұл көрудің шаршауы, көздің құрғауы, қызаруы, скелет бұлшықет жүйесінің аурулары, мойын, арқа, білек ауруы, бас ауруы және жалпы шаршау. Эргономиканың маңызы денсаулықты сақтау. Дұрыс жұмыс орнын ұйымдастыру, эргономикалық талаптар. Отыру позициясы. Тік, аяқтар жерде, тізе бүгілген 90 бұрышпен. Монитор, көз деңгейінен сәл төмен, 50-70 см қашықтықта. Орындық, биіктігі реттелетін, белді тіреп тұратын, арқалығы бар. Пернетақтамен тышқан, білектер тік, қолдар босаңсыған күйде. Жарықтандыру, жарқыраусыз, көлеңкесіз, табиғи жарыққа басымдық беру. Компьютерді пайдаланудың жағымсыз жақтары. 1. Көздің шаршауы, астенопия, экранға ұзақ кезде көздің құрау, желауы. 2. Арқаның және мойынның ауруы, дұрыс отырмау, немесе арқаға қолдау болмауы арқада және мойында ауырсыну тудырады. 3. Қолдың және білектің проблемалары, пернетақтаны және тінтуірді ұзақ пайдаланғанда карпальды туннель синдромының пайда болуы. 4. Дене белсенділігінің төмендеуі, ұзақ уақыт қозғалмай отыру, семіздік, қан айналымы проблемалары және денсаулыққа басқа әсерлер тудырады. 5. Психологиялық мәселелер, ұзақ уақыт компьютер қолдану стресске, ұйқысыздыққа және өнімділіктің төмендеуіне әкеледі. Енді жұмыс орнының эргономикасы. Компьютерді пайдаланудың жағымсыз жақтары тақырыбы бойынша конспект жазып. Сурет немесе схема жаса. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырған адамның суретін салу немесе интернеттен бейнелеу. Дұрыс емес отырудың зиянды жақтарын көрсететін шағын сурет қосу. Назарларыңызға рахмет.